Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін үй жағдайында осындай дәмді черепаха тортын жасайтын боламыз. Қамырына 5 жұмыртқамыз, қантымыз, ұнымыз, разрыхлителіміз керек болады. Жұмыртқамыздың үстіне қантымызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Миксермен әдемілеп жақсылап араластырамыз, көбік болып шыққанша. Қантымызды жаймен қосамыз, қыздар, бірақ салып жібермейміз. Осылай міне әдемі болып шығу керек. Одан кейін ұнымызды қосамыз. Ұнымызға разрыхлителімізді салып алып, араластырып осылай тоже ақырындап қосып отырамыз. Қыздар, миксер болмаса да үйде венчикпен де араластырсаңыздар болады. Осындай әдемілеп құйып аламыз, бөліктерге бөліп 180 градусқа духовкаға 15-10 минутқа ұстаймыз. Қыздар, начинкасын жасайтын боламыз. Оған сметана мен сгущенканы араластырамын мен. Қыздар, жасалу жолы өте оңай. Міне менікі дайын болды. Осылай әдемілеп жинадым, бетіне какаоамды септім. Баршаңызға ас болсын. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет.